Құрметті кандидат, ситуациялық тапсырмалар түрінде жасалған өзекті мәселелерді шешу бойынша көзқарастарыңызды бағалауға бағытталған ситуациялық тапсырмаларды шешу кезеңіне қош келдіңіздер. Бұл кезең 2023 жылғы 10 қазанда Астана қаласының уақытымен сағат 00:00-ден 23:59-ға дейінгі кез келген уақытта онлайн платформада эссе жазу форматында өткізілетін болады. Ситуациялық тапсырмаларды шешу кезеңі прокторинг жүйесін қолдана отырып өткізіледі және аудио-видео жазбаға жазылады. Ситуациялық тапсырмалар кандидаттар арасында кандидаттар өздері таңдаған салалық бағыттарға қарай кездейсоқ тәртіппен бөлінеді. Салалық бағыттар: әлеуметтік саясат, азаматтық қоғам, агроөнеркәсіптік кешен және қоршаған ортаны қорғау, цифрландыру, инфрақұрылымды өнеркәсіпті дамыту және сауда саясаты, экономикалық және қаржылық саясат, сыртқы саясат және инвестициялар. Бұл кезеңге берілетін уақыт 45 минут, эссе көлемі 500 сөзден аспауы тиіс. Ситуациялық тапсырманың шешімін жазу кезінде жұмыс орныңыздан тұрып кетуге немесе біреумен келіссөздер жүргізуге, қабылдаушы, таратушы электрондық құрылғыларды, ұялы телефондарды және басқа да электрондық жабдықтарды, құлаққаптар мен қағаз тасымалдағыштарды өзіңізбен бірге алуға қатаң тыйым салынады. Онлайн платформада осы кезеңнен өту үшін сізге алдыңғы кезеңнен сәтті өткендігіңіз туралы хабарлама алғаннан кейін кестеге сәйкес ситуациялық тапсырмаларды шешу кезеңіне жазылу қажет. Жеке кабинетте іріктеу кезеңдері мен нәтижелері бөліміндегі нұсқаулықпен танысқаннан соң, бастау батырмасын басып, рәсімнен өту тілін, яғни қазақ немесе орыс тілінің бірін таңдау қажет. Келесі қадам: пайдаланушы келісімін қабылдау, жүйе компьютеріңіздің дайындығын, гарнитураны, интернет желісінің жылдамдығы мен тұрақтылығын қашықтан тексеруді бастайды. Әрі қарай сіз веб-камера арқылы жеке басын сәйкестендіруден өтетін боласыз. Естеріңізге сала кетейік, ситуациялық тапсырманы шешуді бастамас бұрын, сіз өз тарапыңыздан Chrome браузері бар компьютердің немесе ноутбуктың болуын, жылдамдығы кем дегенде секундына 5 мегабайт интернеттің, жұмыс істейтін веб-камера мен микрофонның болуын, сондай-ақ жақсы жарықтың болуын және бөгде дыбыстардың болмауын қамтамасыз етуіңіз керек. Осы кезеңнің нәтижелері 2023 жылғы 14 қазанға дейін сіздің жеке кабинетіңіздегі хабарландыру бөлімінде жарияланады. Келесі кезеңнің Assessment орталық атты бірінші блогына жіберілген кандидаттар SMS хабарламалар алады. Сондай-ақ оларға жеке кабинеттеріне де хабарламалар жолданылады. Хабарлама алғаннан кейін келесі кезеңге жазылу қажет. Ситуациялық тапсырмаларды шешу кезеңінен сәтті өткен жағдайда сізге сарапшылық мүшелерімен әңгімелесу кезеңінде таныстыру үшін қазақ немесе орыс тілінде өз жобаңыздың презентациясын дайындауды бастау қажет. Сіздерге сәттілік тілейміз.